Қала күніне орай мерекелік экскурсия ұйымдастырылды. Достық үйі мұрындық болған шара сүйікті қаламыздың көрікті жерлерін аралаудан басталды. Алғашқы аялдама даңқ алаңы. Открыт в 1983 году, 9 мая. Здесь, вы видите, у подножия вечный огонь. Там венчает красная звезда. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Мерекелік экскурсия ұста зергер екібассыз көмір кендерінің көзін ашқан рудатанушы Қосым Пішенбаевтың ескерткішімен Сапаржай маңындағы алаңда орналасқан алғашқы көмірді шығару үшін пайдаланған шөміш ескерткішін аралаумен жалғасты. Бұл тұста келушілердің алған әсері де түйгені де жоқ емес. Мы не только узнаем. Біз сүйікті қаламы жайлы тың ақпарат қана алып қоймай, біздің ата-аналарымыз айтып, бізге мұра етіп қалдырған ескі әндерді шырқаудамыз. Ал қаламыздың көрікті жерлерін таныстыруды қолға алған музей ұжымына алғысымызды білдіргіміз келеді. Мерекелік экскурсия ойдағыдай өтеді деген сенімдеміз. Бір аялдамадан екінші аялдамаға ілескен қатысушылар бір-бірімен әзілдесіп, түрлі жанрда әсем әндерден құлақ құрышын қандырды. Айта кеткен жөн, Екібастұз қаласының көрікті жерлерін таныстыру шарасы ары қарай жалғасын тапты.